Бірақ түпкі ниетің сенің жаңағы алла айтпақшы алла разылығы үшін бұл ғибадат ретінде атқарылуы керек имам та. Шағрауидің жаңағы бір сөз сияқты осындай береді деп құлшылық қылма дейді да, берген саған аз болып қалар дейді да, разы қылайыншы деп құлшылық қыл дейді да, сенің ойламаған нәрсеңді береді. Субханалла. Осы ғой алла үшін де жаңағы каспиін бермей ақ қойсын. Жақында бір жақсы уағыз тыңдап қалдым. Салауатқа байланысты ғой. Бір шейх айтып жатыр да, біз не үшін салауат айтамыз дейді. Мен ойланып көрші дейді. Не үшін айтасың мысалы? Сенің салауатың саған мына дүниеде ешкім олай жақсылық қылмаған пайғамбарымызға айтқан бір алғысың ғой дейді да сен үшін. Саған пайғамбарымыз секілді кім жақсылық қылды дейді да. Сен үшін дұға қылды, сен үшін қиналды. Енді сен пайғамбарға алғыс айтып жатсың дейді да. Дұрыс. Енді пайғамбарға шын жүректен алғыс айтшы дейді да. Дүниені көздеп отыршы дейді да. Ол онсыз да саған келеді. Сен оны ниеттенбей ақ қой. Ол бәрібір алла саған береді дейді да оны. Бірақ шын жүрегіңде біреуге алғыс айтсаң сен шынымен айтасың ғой. Рахмет деген сияқты. Мен саған не істей аламын дейсің ғой. Менің бар істей алатыным саған салауат дейді. Әшейін бір дүниелік қажетіңді өтегенде ырзалықтан не істерін білмейсің ғой. Не істерін білмейсің ғой, алғыс айту. Сөзін тастамай соны мысалға сондай. Мынадай хадис есіме түсіріп жібердім ғой. Абылай жанабайына алайын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам имам Ибн Хиббанда деген хадис бұл. Айша анамыз бір күні екеуі отырып дейді да бүйтіп айтты дейді ғой. Я Расулалла, маған дұға қылшы деп айтты дейді да Айша анамыз. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, я Раббым, Айшаның өткен, келешек, жасырын, жария жасаған барша күнәсін кешірші деп айтты дейді да. Айша анамыз ана жерде қуаныштан жарылып кете жаздады. Ана болды ғой. Пайғамбар саллаллаху кетті, Айша анамыз кешіріліп кетті. Жүрегі жарылып ана қуанышты. Енді кімге айтқың келеді ғой біреуге осындай сүйінші хабар. Айтқың келіп, сонда пайғамбар саллаллаху алейхи айтады ғой. Ей Айша, осы сөзім сені қуантты ма дейді. Ойбай Расулалла, мынадан артық қуаныш бар ма маған десек. Ей Айша, мен әр 5 уақыт намазымнан кейін